Қыздар, бізге манты жасау үшін енді мантаварканың қажеті жоқ. 20 минутта дайын болатын. Осындай мини рулетиктерімізді қарапайым табамызға су құйып дайындайтын боламыз. Қыздар, өте сочный болып шығады екен. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Рецепті жоғалтып алмау үшін өздеріңізге сақтап, міндетті түрде маған тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен рулеттарымыздың қамырын дайындап алатын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 300-400 грамм ұн қажет болады. Ұнымызға бір жұмыртқамызды, мұздай сумен тұз араласқан суымызды құйып, барлығын жақсылап қолымызбен қатты қамыр елеп шығатын боламыз. Қамырымыз осында қатты болып шығады. Қамырымызды тындырып, салмасын дайындаймыз. Ол үшін 300 грамм ет, сарымсақ, дәміне қарай қара бұрыш, тұзын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырымызды 3 бірдей бөлікке бөліп, екі жағынан ұнымызды сеуіп, жақсылап мантыға жайғандай қамырымызды жайып аламыз да, осылай үш бұрышты бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Ендігі кезекте ортасына салмасын салып, тура осы видеода көрсеткендей, екі жағын бүктеп, мини рулетиктер жасап шығатын боламыз. Рулеттарымыз дайындап болғаннан кейін подливын дайындаймыз. Ол үшін бізге бір сарымсақ, бір сәбіз, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырып қуырамыз да, үстінен бір ас қасық томатымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған мини рулеттарымызды тізіп шығып, су құятын боламыз. Біздің рулеттарымыз суда батып тұру керек. Қақпағын жауып, 25-30 минутта пісіріп шығатын боламыз.